Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 4-ші сынып Pupil's Book кітабындағы Olympic Games тақырыбын өтетін боламыз. 10-ші және 11-ші беттеріңізді ашыңыздар. Бірінші бізде оқушылар көріп тұрғандарыңыздай олимпиада ойындарының аттары берілген және олардың суреттері берілген. Соларды біз сәйкестендіріп қоюымыз қажет. Біріншісінде rowing деген. Rowing ол бізде есу, ескек, ол бізде H суретінде берілген суретте тұр. Екінші archery. Archery ол бізде садақ ату. Ол бізде A суретінде тұр. Үшінші fencing. B суретіндегі ол семсерлесу, қазақ тілінде fencing семсерлесу деп аталады. Төртінші handball. Handball деген ол бізде оқушылар gandball деп аударылады. Ол бізде D суретінде берілген. Келесі water polo. Water polo ол бізде су добы ойыны, ол бізде G суретінде көрсетілген. Келесі 6. Long jump. Long jump ол бізде ұзындыққа секіру, J суретінде тұр. Келесі 7. Cycling. Велосипед тебу, I суретінде тұр. Келесі gymnastics ол бізде гимнастика, E суретінде көрсетілген. Келесі the next rugby ол оқушылар бізде C суретінде тұр. Соңғы figure skating ол бізде F суретінде көрсетілген екен. The next exercise number 19, 19 жаттығу. What sport do they play well? Listen and write. Оқушылар бұл жерде сұрап тұр. Яғни тыңдалым тапсырмасы. Бірінші тыңдайсыздар. Қай оқушы қандай спорт түрінен жақсы дейді. Яғни бірінші Келли, Сэм, Дженни және Боб берілген. Солардың қандай спорт түріне жақсы екенін жазып шығасыздар. Kelly, what sport do you do well? I play water polo really well. Water polo? Yes. What about you, Sam? Well, I like cycling, and I cycle really well. I cycle well too. Jenny, what sport do you do well? I know your brother plays handball well. Do you play handball well too? No, I don't, but I play rugby well. That's a nice sport too. Bob, what about you? Well, I like a lot of sports, but I do gymnastics well. Gymnastics? Wow, that's a difficult sport.